Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастауға дайынсыңдар ма? Олай болса, сабағымызды бастайық. Ол үшін балалар, өткен тақырыпты еске түсіріп алайық. Мына берілген сөздерді көшіріп жазамыз, және төбесіне амоним болса амоним деп, синоним болса синоним, антоним болса антоним деп жазып, анықтап шығамыз. Жақсы, жаман, алыс, шалғай, жүз, ну, қалың, жұқа, қалың деген сөздерді көшіріп жазып аламыз. Одан кейін антоним, синоним, амоним сөздердің қайсысына жататынын анықтаймыз. Жарайсыңдар балалар. Өздеріңнің жазған жауаптарыңды мына жауаптармен сәйкестендіріп тексеріп ала қойыңдар. Жақсы, жаман. Есімізге түсірейікші, бұл сөздер балалар антонимге жатады. Антоним дегеніміз мағынасы қарама-қарсы сөздер болатын, иә балалар? Келесі алыс, шалғай деген сөз. Ол бізде синонимге жатады екен. Синоним дегеніміз айтылуы әр басқа болғанымен мағыналары бір-біріне жақын сөздер, яғни мағынасы жуық сөздерді синоним дейді екенбіз. Алыс және шалғай деген сөз, яғни бір мағынаны беріп тұр, иә? Келесі сөзіміз бізде жүз, ол бізде амонимге жатады екен. Амоним дегеніміз айтылуы бір, бірақ мағынасы әр басқа сөздер. Мына жерде бізде жүз дегеніміз бірінші мағынасы сан атауы, ал екінші мағынасы жүз дегеніміз, яғни қимыл атауы. Яғни суда жүз дейтін болсақ, қимылдың атауы болып тұр. Келесі сөзіміз ну, қалың. Бұл сөздерде синоним сөзге жатады екен. Мағыналары жоқ сөздер. Одан кейінгі сөзіміз жұқа және қалың. Бұл сөздер бізде антонимге жатады, яғни мағыналары қарама-қарсы сөздер. Мына екі бағандағы сөздерге мұқият қараңдар. Бірінші бағандағы сөздеріміз дәптер, ағаш, ұя, күй, дәрі. Ал екінші бағандағы сөздер дәптерлер, ағаштың, ұяға, күйші, дәріхана. Бірінші бағандағы сөздерде тек қана сөздердің өздері жазылған. Яғни бұлар түбір сөздер деп аталады. Бұл түбір сөздерде ешқандай қосымша жоқ. Сол сөздің өзі жазылған. Ал екінші бағандағы сөздерде осы бірінші бағандағы түбір сөздерге қосымшалар жалғанған. Мысалы, дәптер деген сөзге лер қосымшасы жалғанған. Екінші, ағаш деген сөзге тың деген қосымша жалғанған. Үшінші, ұя сөзіне ға қосымшасы жалғанған. Күй сөзіне ші деген қосымша жалғанған. Дәрі сөзіне хана қосымшасы жалғанған екен. Яғни екінші бағандағы сөздер қосымшалы сөздер екен. Демек, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы сөз құрамы түбір мен қосымша деп аталады. Яғни сөздің құрамы түбір мен қосымшадан тұратынын жаңа біз байқадық, иә балалар? Бүгінгі сабақта мына мақсаттарға қол жеткізуіміз керек. Түбір мен қосымшаны ажырата алуымыз керек. Одан кейін тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай аламын дейді. Осы екі мақсатқа қол жеткіземіз. Олай болса, балалар, 27-ші жаттығуға назар аударайық. Суреттерге қара дейді. Бірінші суретте палуан деген сөз жазылған, яғни мына жерде бір палуанның суреті тұр. Палуан дегенде бір ғана палуанды айтамыз, ал палуандар дегенде кем дегенде екі немесе одан да көп палуандарды айтады екенбіз. Келесі суретте шаңғы деген сөз жазылған. Яғни шаңғы суретін көріп отырмыз, иә? Ал келесі жағында шаңғышы дейді. Осы шаңғы сөзіне ш қосымшасы жалғанған кезде, яғни шаңғыны тебетін адамның атауы шаңғышы деген сөз пайда болды. Сонда қарап отырсақ, қосымшалар кейде сөздің мағынасын да өзгертеді екен, иә балалар?
Бұл жаттығуда мынандай тапсырма берілген. Түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып көр дейді. Түбір мен қосымшадан қандай өзгешелік байқадыңдар? Айта қойыңдаршы. Түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып көр. Түбір сөздерде мағына бар ма? Қосымшада ше? Содан өзінің қорытынды жаса. Өз қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Төмендегі мәліметті оқып шығайық. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Яғни, оларға мысал келтірілген. Дәптер, жыл, спорт, палуан. Бұл сөздер, яғни түбір сөздер деп аталады. Балалар, қараңдаршы, бұл түбір сөздерде мағына бар ма? Дұрыс айтасыңдар. Түбір сөздерде мағына бар, иә? Дәптер дегеніміз, яғни заттың атауы, иә? Барлық сөздерде мағына бар. Енді сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, дәптері. Түбір сөзіміз жаңа дәптер болды. Бұл жерде қосымша. Осы қосымшаны жеке алған кезде, яғни онда мағына болмайды, иә? Жылдар деген сөзді қарайық. Түбірі жыл, ал дар дегеніміз қосымша. Дар қосымшасы жеке тұрып мағына бере алмайды. Бұдан шығатын қорытынды түбір сөздерде мағына болады, ал қосымшада жеке тұрғанда мағына болмайды екен. Түбір сөздің белгісі доға түрінде белгіленеді. Яғни күйші деген сөздің түбірі күй, ші бізде қосымша. Яғни түбір сөзді біз доғамен белгілейміз. Келесі бізде 28-ші жаттығу былай дейді. Тақырыбы бойынша мәтіннің не туралы екенін болжа, мәтінді тыңда. Мәтін шаңғы жарысында. Ертең жарыс болады. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім, бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп, таяқты ышқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалысатын емес. Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына рекорд деп шулаған балалар елестейді. Мәтінде не туралы айтылған? Балалар, сендерге сұрақ. Мәтінді өзің әрі қарай жалғастыр. Тәукенің бұдан кейінгі әрекеті қандай болады деп ойлайсың? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Сол сөздерді көшіріп жаз дейді. Балалар, өздеріңнің жазған сөздеріңді мына дұрыс жауаппен тексеріп көріңдер. Жарыс, жарысқа, тәуке, тәукені, тәукенің. Енді бұл сөздердің түбірін және қосымшасын ажырат дейді. Жарыс сөзі өзі түбір сөз, е? Міне доғамен белгіледі. Жарысқа деген сөздің түбірі жарыс, қа бізде қосымша. Қа қосымшасын осылай белгіледі. Тәуке деген сөз, ол түбір сөз. Тәуке. Келесі тәукені деген сөздің түбірі тәуке, не қосымша. Тәукенің деген сөздің түбірі тәуке, нің қосымша. Келесі жаттығуымыз 29-шы жаттығу, өлеңді жатқа жаз дейді. Зуылдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап, шаң асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Қарамен жазылған сөз бізде маңдайдан. Түбірі маңдай, дан қосымша. Шаңғым. Түбірі шаңғы, мы қосымша. Қыраттан деген сөздің түбірі қырат, яғни түбір сөз. Тан қосымша. Келесі жаттығуымыз 30-шы жаттығу.
Тәжірибе жаса. Орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жап, жабылмай қалған бөлігін оқып көр. Қалай ойлайсың, бұл бөліктің жеке тұрғанда мағынасы бола ма? Тәжірибемізді жасап көрейік. Орманшы деген түбір сөзді жауып қойдық. Енді ш қосымшасын жеке алып оқығанда мағынасы бола ма, балалар? Болмайды, иә? Зерттеу барысында біз осыған көз жеткіздік. Естеріңе сақтап ала қойыңдар. Келесі жаттығуымыз шығармашылық тапсырма. 31-ші жаттығу. Хабарландыруды оқы. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14-ші ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акт залында Қуыршақ театрының қойылымы болады. Кіру тегін. Мектеп әкімшілігі. Мына сұрақтарға жауап бер. Хабарландыру кімге арналған? Хабарландыруда не туралы жазылған? Қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе? Хабарландыруды жазған кім? Балалар, осы сұрақтарға жауап бере. Хабарландыру кімге арналған? Балалар, бұл жерде хабарландыру құрметті оқушылар деп басталып тұр, иә? Демек, хабарландыру оқушыларға арналған, иә? Хабарландыруда не туралы жазылған? Хабарландыруда мектептің акт залында Қуыршақ театрының қойылымы болатыны туралы жазылған. Қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе? Иә, қойылымның уақыты нақты көрсетілген, иә? Хабарландыруды жазған кім? Балалар, бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болды ма? Берілген сөздерді екі бағанға топтап жазып, өзімізді тексеріп көрейік. Бірінші бағанға түбір сөздерді жазамыз, екінші бағанға қосымшалы сөздерді жазамыз. Оқушы, гүл, әнші, қалам мен дала, алманы, бор, асық. Осы сөздерді екі бағанға топтап жазайық. Өздеріңнің жазғандарыңды мына жауаптармен салыстырып көріңдер. Түбір сөздерге гүл, дала, бор, асық сөздері жатады екен. Қосымшалы сөздерге оқушы, әнші, қалам мен алманы деген сөздер жатады екен. Оқушы деген сөздің түбірі оқы, одан кейін уд қосымша, ш қосымша. Әнші сөзінің түбірі ән, ш қосымша. Қалам мен сөзінің түбірі қалам, мен қосымша. Алманы сөзінің түбірі алма, н қосымша. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар, балалар, бүгінгі сабаққа тамаша қатыстыңдар. Олай болса, балалар, менің каналыма жазылып қойыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.